ешкім бос болса келмейді ғой. Мынау болса келеді ғой, кішкене қысып тұрады. Соларды бүйтіп қыса берген сайын тырнақтардың қисығы өседі. Ет келуі мүмкін. Оның өзі заражение ертең. Көп случай болып тырнақтың кесірінен именно аяқтары ілініп, аяқтарын кесіп тұрған адамдар болған. Аяққа ілін түсіп кетсе, ол ілін денеге тарамас үшін аяқты алып тастауы мүмкін. Сол үшін тіпті мелочтан салады барлығы. Тырнақ өсіп қалды, көріп тұрсың, келіп қалды, алмай қалдың, өсе беріп, тренер көрсетіп жатырсың, үйіңе кіріп кетті, тырнағың сынып қалды, қарайып кетті, дәлелдеп кетті. Содан болады барлығы. Сұрапсың ба? Сол үшін тырнақтарын таза ұстаңдар, қиып жүріңдер. Менде там сондай болды, мен қия айтамын, сосын қарып. Видишь, қақпалып кетеді да? Сол үшін жігіттер, гигиена былай қарасаң, мен айтып отқан нәрселер мелочь сияқты ғой. Мысалға. Бірақ мелочьтан барлығы құралады, тәртіптің барлығы осындай мелочьтар қалады. Тұрасыздар ма? Сол үшін всегда таза ұстаңдар, шаштарыңды тоже самое. Шаштарыңды жумасаңдар, майсақ. Сосын тез шығады жаман. Биттеп кетуі мүмкін. Бәлкем ғой, шаш жумаған сайын. Жайын болып кетеді. Сол үшін бастарың всегда жуып душқа түсіп жүріңдер. Таза жүрген жақсы ғой, таза. Сендердің қасында адам отқан кезде сен үстіңнен жаман иіс шықтырмау керек, адам бүйтіп отпау керек, сен наоборот күшті иіс шықтыру керек та. Жуынудан, шампуньдан, сабынның иіс шығып тұрса, таза киімнің, порошоктың иіс шығып, таза жүрсеңдер, адамның қасында отыру, жүру приятно болады, сол адаммен сөйлесу. Сен өзіңе білінбейді, өзің ана жаман иіске үйреніп қалғансың, тасып жүріп. Сен қасыңа адам отқан кезде, адам сенен бір түрлі бүйтіп отырады да. Түсініп отырсың ба? Сол үшін всегда таза жүріңдер. Футболистер, жалпы спортсмендер таза жүру керек. Адам бүйтіп, мысалы бір футболисттің қасынан өтіп кеттің, любой адамның иісі шығады ғой өтіп кеткенде. Либо бір нәрсенің сол кезде таза иісінен қалу керек. Сенен бүйтіп өткенде приятно болу керек басқа адамға. Наоборот, неприятно болу керек. Түсіндіңдер ғой? Біз неге мысалы пойызға басқа киім кигіземіз, ішке басқа киім кигіземіз, білесіңдер ғой? Себебі пойызда ол басқа, пойызда тердейсіңдер, бірдеңе білдіресіңдер, анау ауыр жоқ пойызда қысып кетесіңдер. Гостиницаға барасыңдар, жуынасыңдар, басқа футболкаларды киіп аласыңдар. Ананы жууға тастаймыз, дұрыс па? Сөйтіп біз не істейміз? Тазалық сақтаймыз. Дұрыс па? Былай қарасаң простой нәрселер сияқты, бірақ осыдан көп нәрсе құралады жігіттер. Тем более өсіп кетсіңдер ғой, енді айтайын. Қыздар таза жігіттерге қарайды. Қыздар лас жігіттерге қарамайды. Әлбетте, сосын таза жүріңдер. Қыздар емес, мен айтатын. Бірақ таза жүру керек. Мамаларым да айтатын шығар осыны. Бірақ мамаларын айтқан сен еркелеп, мама дейсіңдер, телефонда отыра бересіңдер. Мамаларың потому что сендер ұрыспайды, ұрмайды, дұрыс па? Сендер жақсы ойлайсың, сендер еркелетеді. Сендер соған еркелеп, жақсылықты түсінбей, айтқан тыңдамайсыңдар. Біз айтсақ, почему тыңдайсыңдар? Потому что қорқасыңдар. Составтан айтып алу деген бар. Дұрыс па? Сол үшін мамаларыңды айтқан тыңдаңдар всегда. Мамалар сендер просто айтпайды, ана тырнағыңды алшайшы деген кезде сен ойлама, просто ұрысып жатыр маған деп. Тырнақ, шашты да андай бүйтіп жалбырап өсіруге болмайды. Жаман ол. Тоже кішкене жинаққа үйлесетіндей өсіру керек, дұрыс па? Сондай айтып қосарларым бар ма? Мысалы өздерінің бір история болған шығар кезінде. Осы тақырыптарға байланысты бірдеңе айтатындар бар ма? Маған түсінікті ма? Барлығы түсінікті болса, осы жиналыстың себебі болса, сендерге осы нәрсені жеткізуге беріппіз. Бапкерлер ретінде, тренерлер ретінде осы нәрсені сендерге жеткізіп жатыр. Так что, футболдан тренировкаға қалмаңдар, сабақтан қалмаңдар, мамаларын айтқан тыңдап, мына тазалық сақтап жүріңдер. Одан жағын болмайсыңдар. Лас бола беретін болсалар, өздерінің ертең денсаулықтарыңа зиян келеді. Асқазандарың ауырады, тырнақ алмай тамақ ішсең, қолың жумай тамақ ішсең, тоже самое. Лишний раз ауырасыңдар, лишний раз травма аласыңдар, тырнақтарын қалмасыңдар. Өздерің білесіңдер, бұл сегізгенде өктерге басып кетсе, тырнақ өсіп қалған болса сынып кетеді, ол спорт жүре алмай жүрсіңдер. Ондай болады ғой, білесіңдер ғой. Сол құттай мелочь нәрселерге ұстап қарауымыз керек. Сол басқа сұрақ жоқ? Бәріне рахмет болсын.